Саламатсыздар ма менің құрметті оқушыларым. Бүгінгі біздің беретін үйге тапсырмамыз және орындайтын тапсырмамыз мына артында тұрған постановка 2-3 саттан тұратын предмет. Бірақ біз бұл жерде мынадай гризайл деген техникада өтеміз. Гризайл дегеніміз не? Гризайл черно-белый, ақ пен қара түсте. Бұл жерде біздің мақсатымыз заттардың бұрын түсін, ақты ақ, сарыны сары көрсететіміз. Қараны қара. Бұл жерде екі түспен, қоңыр мен ақты алсаңыздар да болады. Қара мен ақты өздеріңіз ыңғайлы. Скорее қара мен ақ. Сонда біздің мақсатымыз бұл жерде түстердің жаңағыдай көлемін бере білуіміз керек. Негізгі мақсатымыз сол бұл жерде көрсетейін деп отырғанымыз. Заттың объемын, дейді ғой орысша қазақшасы, көлемін беру. Жарық, көлеңке. Екінші мақсатымыз. Сондықтан бүгінгі теманы осы гризайлды алып, соны тапсырма сол гризайлды бергім келіп отыр. Так, мінекей, бірінші біз қашаннан да біздің бірінші бастайтынымыз компоновка. Әрине бірінші плоский стол сызамыз. Жаңа тұрған кувшиналардың орнын іздейміз. Мына жерде кувшина, мына жерде тағы да бутылка биіктігін карандаш қойып есептеп аламыз. Осы көлемде примерно. Да, бутылка на кувшина чуть әрірек, чуть дальше. И мына жерде құмыра, тоже кувшина. Әрқайсысының жаңағы несі әртүрлі. Размерлері, высотасы әртүрлі. Сонда үстінен қарағанда біздің құмырамыз былай болды. Мына столдың үсті, мына жерде үлкен құмыра, сәл артқа табанға кішкентай бутылка қыштан жасалған құмырамыз. Мына жерде бутылкамыз, мына жерде үшінші құмыра. Мына жерде алмұрт груша, мына жерде алма. Мына жерде орналастырған кезде біз соны орнын табуымыз керек. Енді біз построениемен кірісеміз. Бірінші компоновка. Компоновка деген орналастырып, енді построение тұрғызамыз. Мынаның өлшемін сызып, әрқайсысының өзін дұрыс көлемін тауып шығуымыз керек. Құмыраның еңішке жағына да орта жағы үлкеніректі көлемі. Сондықтан бір жағын белгілеп өтеміз. Ортасын тағы да көлденең көмекші сызық. Алардың бәрі көмекші сызық. Көмекші сызық. Содан кейін бар, бұл жерде мойны. Горлышко дейді ғой, әрғарай кете береді. Енді аламыз да, артық өлшейген сызықтар болса алып тастайық, чтобы шатасып қалмасын. Мынаумен мынаны аламыз да, былай өлшейміз. Мынаумен мынаны алып өлшеп шығамыз. Енді мына жерді мойын жағын алып өлшеп шығамыз. Осылай. Овал, эллипс. Білесіңдер. Овалды былай қалай болса солай солғылайды. Әдемілеп, овал деген заттың дөңгелек екенін көрсету үшін пайдаланатын сызықтың шеңбердің бір түрі. Мына жерге тоже овал. Мойны. Көз мөлшерімен алсақ та болады, егер сенімсіздеу болсаңыздар өлшешеді. Карандаш ұзын ұстаймыз, мына қолға, мына саусақты мынаған тірейміз, опираемся, чтобы рука не дрожала. Мінекей, бірінші формасы кетті, енді екінші формасы. Мінекей. Мына көмекші сызықтардың бәрі. Вспомогательный линия көмекші сызықтар. Мына кувшинаның формасын дұрыс қателеспей табу үшін қолданамыз. Овал керек. Мәселенің бәрі, егер мына овалдан қате кетсек, мына өлшемнен қате кетсек, онда біздің жұмысымыз ойдағыдай шықпай қалады. Крышкісінің өзінде овал қыламыз. Мына бірінші овал. Сәл
ұзын сопақтау болса, екінші авал одан қарағанда объемнелау болады. Домалақтау болады да, өйткені көзіміздің тұрған жер линия горизонта дейді ғой. Точка зрения линия горизонта дейді. Көзіміздің қараған точкадан төмен түскен сайын өзі солай болып көрінеді. Енді екіншісінің орнын тауып алдық, бутылкамыздың орнын таптық. Енді оны да көмексіздікпен сызсақ болады. Егер сенімді болмасақ, тоже былай кеп кететін, не жерден бітеді. Өлшеді. Мынау карандаш арқылы өлшейміз. Енді тоже мына жерде енді крышкамыз бар. Енді мына қағазымыз сәл кішірек болды. Мынадай артық кеткен сызықтар болса, уақытысы алып тастап отырғандарымыз дұрыс болар. Мен өлшедім дұрыс. Авал өйткені біз әр заттың домалақ екенін көрсету үшін қолданамыз. Мынаған тиіп, былай дөңгеленіп өту керек. Өйткені мынаның домалақ зат екенін көрсетіп, қай жарасын қайталап отырмын, өйткені түсінікті болу үшін. Карандаш былай да ұстаса болады. Мына жерге үш саусаққа тіреліп, жерге былай ұстасақ, қол тайғанақтап кетуі мүмкін. Сондықтан былай ұстап отырған маған ыңғайлы. Бүйтіп қоса саламыз. Так. Енді кувшинаға келеміз. Мінекей мына жерде груша. Грушаны қалай саламыз? Домалақ. Оны білесіңдер жақсы. Бірінші жыл салып атқан жоқ. Линия бола берсін, қорқпай осылай жұмыс істеу керек. Линия. Видишь, чем смелее, тем у нас лучше получится. Екінші сызық. Второй кружочек. Вот. Аламызда былай соединяем. Қосамыз. Не болады? Груша болады. Алып тастасақ. Үлкен шеңбер, кішкентай шеңбер. Раз соединили, получается груша. Енді мына жерде алма. Алма чуть ближе, да? Грушаға қарағанда. Мінекей тоже. Можете спокойно. Карандаш на саусағыма тіреліп отырмын. Осылай қорқпай салған дұрыс. Артықсыз ажалын алып тастаймыз. Енді мына жерде орын белгілеп іздеп тауып қойғанбыз. Бұл жерде біздің үшінші кувшинамыз болады. Жалпы кувшинаның орны. Карандашты былай алыстан, карандашты бүйтіп алыстан өлшеп отырамыз. Мысалға да, мынаның биіктігін, мысалға, мынаның биіктігін табу үшін алысқа қойып. Қазір мен өзім көрсетемін. Мысалға, карандашты, мысалы, мына бутылканың биіктігін, мынау қанша есе биік, анау қанша есе төмен, соны көруіміз керек. Сондықтан карандашты қолда до конца созамыз, вытянутый, и карандашпен өлшейміз. Алыстан мынадай ғана көрінеді. Былай өлшегенде. Ал жақыннан көрсеткенде былай. Мысалы, алыстан былай өлшенсе, жақыннан, конечно, карандашты былай қосып қоямыз. Қанша высота отыр. Одан былай сызық өтеміз. Қаншалықты мына кувшина төмен. Содан кейін барып біз мына кувшинаның алыстан тоже карандашпен бүйтіп ширинасын өлшеп, высотасын өлшесек болады. Мысалға, қазір мен бүйтіп алыстан өлшеймін. Мінекей,
алыстан өлшедім. Ширинасы, так, ширинасы, высотасы 1,5 есе екен мынаның. Дәл несін шығару үшін өлшедім. Мына ширинасын өлшедім алыстан. Біткен кезде мынадай ақ болды. Ширинасын былай өлшеген кезде высотасы не жерге тұрады? 1,5 есе. Қазір мен жерде көрсетемін. Мысалға мінекей, жаңа айтып отқан карандашты қойдық, мысалға алдық. Жалпы мына жерін кейін табамыз. 1,5 есе. 1,5 карандаштың дәл ортасы болады. 1,5. Болды. Дұрыс пропорциясын тауып алдық. Енді формасын табамыз. Негізгі дұрыс өзін жалпы формасын таптық. Енді мына көлденеңнен, енді бұл кувшинаның жалпы былай мастердің жасалған формасын іздестіре бастаймыз. Кувшинаның ең объем үлкенірек жері ортасы, аяқ жағы сәл кішірек. Көз мөлшермен алсақ болады. Оның бәрін өлшемек, көз мөлшерде керек. Суретші міндетті түрде. Сосын мына горлышкасы, мойын жағы сәл жіңішкелеу. Бір жағын тауып алдым. Бір жағын. Енді мынау вертикальный вспомогательный линия дейді, ұзынша көмекші сызық, аты да айтып тұр, көмекші сызықты вспомогательный. Мына көлденеңнен. Енді бұл жерде де солай бастаймыз. Былай өлшедіге, қайттан тағы да тексереміз. Кішкентай 1-2 мм кетсе де, соның өзі любой кувшинаның формасын бұзып отырады. Болды. Бәрін таптық. Даже формасы өзі-ақ бұлай көрініп тұр. Енді үстінен басасақ та болады. Аузынан горлышкасы дейді ғой. Содан басасақ та болады. Содан кейін мына овал түскен сайын шире становится. Үлкен болып кете береді. Бұлай формасы көрініп тұр. Енді аламызда кішкентай ғана бетіп, сәл ғана усилие жасап, бетіп қосып өтеміз. Бетіп жалғастырып алып кетсе де болады. Солай ыңғайырақ болады, әрі жеңілірек. Енді біз дұрыс формасын арасында іздеп отырамыз. Артық линияларын бәрін алып тастаймыз уже. Потихонечку. Сонымен етіп жалпы формасын қарап іздейміз көз мөлшеріне. Плоский столды обязательно біз белгілеуіміз керек. Онсыз болмайды, но столдың арғы жағы. Оны салған кезде біз подчеркивать етуіміз керек. Чуть-чуть складка бар, оны по ходу жасаймыз. Енді осының бәрін салып, біз болдық-ау деп уверенно болғаннан кейін, біз мынау көмекші сызықтарды алып тастаймыз. Бұл уже көмектесіп болды. Прозрачный. Көрінетін сызықтарын да алып тастаймыз.
мінекей. Бүгін қазір осы немен бітеді, содан кейін барып біз жаңа жарық көлеңкесін, подмалевкасын жасаймыз бұл сабақта. Келер сабақта біз уже бұның объемын шығарамыз, біліктерін, в общем, көлемін и жарық көлеңкесін шығарамыз. Объем, светотень, соны шығарамыз. Ал қазір біздің построение, компоновка смен айналыстық. Енді қазір біз жалпы цвет беріп шығамыз. Мінекей, қараңыздар. Мен ақ красканы алдым. Қара болды. Басқа ешқандай түс шығарған жоқпын. Енді көзді сәл қысыңқырап қарасақ, жаңағыдай прищурить глаза дейді ғой, сол кезде мына жарық тені көрінеді. Мына жерде енді біздің кувшинамыздың мына жерде бір өзінің дизайны бар. Кесіп ойып алған сияқты өзі. Оны міндетті түрде белгілеп қояйық. Все. Енді жарықтан бастасақ та болады. Жарықтан көлеңкеге қарай. Мінекей. Жарық. Бұл жерде үлкендеу кешкіні пайдаланып отырмын, байқап жатсыңдар. Кішкентай детальники, кішкентай. Мен көбісі мазокпен бергенді жақсы көремін. Вот это называется мазками. Тень. Сосын бұлай болу керек. Аламызда қанша еңбекпен салып, оның бәрін бір светпен, мынаның бәрін бір светпен бояп шығып қажеті жоқ. Сосын қай затымыз қайсы екенін түсінбей қаламыз. Сонда біздің бағанадан бері салып отқан еңбегіміздің бәрі не болады? Еш кетеді. Босқа далаға кетті деген сөз. Сондықтан жарық көлеңкесін сразу беріп отыруымыз керек. Мынаның формасын жоғалтпауымыз керек. Жарық көлеңкесін. Мына жерге де қаттырақ жарық түсіп тұр, ойып тұрған жерге. Енді мына жаққа сәл потемнее қараны қос. Осылай жұмыс істеген дұрыс. То қанша сағат бойы салып отқан еңбегіміз кетіп қалады. Соны жадымыздан шығармайық. Енді мына жерде қараңдар. Мына груша мынаған қарағанда ашық, посветлее. Алма қанша қызыл болса да, мына бутылкаға қарағанда посветлее. Бұл жерде ең темный кувшина, мына кішкентай бойлы жаңа кувшина. Мына жерде сәл мынаған қарағанда мынау потемнее. Бірақ ең жарығы мынау болып тұр. Өстіп подмалевка беріп шығамыз, сосын үстіне тағы да повторно. Арт жағын сәл көлеңкелеу қылып береміз. Мысалға мынау зат предмет жарық болса, оның арт жағы сәл темныйлау болады, қараңғылау. Предмет темный болса, арт жағын жарықтау қылып береді. Өзі солай живопистің негізгі өзінің тапсырмасы. Енді мына жерге ақты қосамдар, ақты қосып. Крышкасын сәл ғана разница бар. Сол арқылы за счет этого я не теряю ни форму, ни рисунка, ничего. Кішкентай қадар шарып қой. Сосын мына жерде бөлшек тұр, бөлініп тұр. Мына жерде де бөлініп. Мына жерде ручкамыз бар. Оны ең соңынан сасаңдар да болады. Мәселе. Енді оттаған жоқ қатты. Так. Енді артқы формамыз, артындағы фон, драпировка. Мына үш затқа қарағанда посветлее.
Бұл жерде складка бар. Міндетті түрде ар жағындағы дальний план мына столдың шетін көрсетіп отыруымыз керек, оны жақсы білесіңдер. Егер бұлай жалпылама боясақ, ол болмайды. Ол боясақ шынымен де, как бояушы сияқты болып кетті. Сондықтан біз бұлай жарықтен свети тең қылып салуымыз керек. Бізде боят деп сөйлемейді, бізде бұндайды не дейді? Жазып жатырмыз дейді. Арт жағын әдемілеп келтіріп жазып шығу керек. Арт жағын жарық. Мен әдейі фонды ашық қылып, предметтерді потемнее қылып жасап шықтым. Мына жерде де бутылкамыз тоже. Свет. Мына жерде де свет. Түстеген ойнап тұру керек. Мына жер посветлее. Свет должно играть. Біз гулевать етіп жақпауымыз керек. Мы должны рисовать. Писать. Можно сказать. Кувшинаға кеттік. Кешіктерді міндетті түрде ауыстырып отырған дұрыс. Кувшинамыз неше шамалы темный краска боялған. Мына жерін әдейі потемнее қылдым. Здесь немножко посветлее жасап отырмын. Чтобы былай әрі кетіп, берімен шығып, объем болу үшін. Мына жерге тағы да темноватый берем. Енді бермен шыққан сайын, мына жағын, алдыңғы жағын сәл формасын былайға боямаймыз, домалақ па, домалақ формасын беріп отыр. Мына жерге посветлее, по форме, объемын беріп отырмыз. Енді алмамызға келеміз, тағы да ақты көбін кірген аламыз біз. Біздің основной қолданатынымыз. Неке мына грушамыз, алмамыз мынадай. Груша шамал посветлее. Алмамыз да посветлее болу керек. Мына ыдыстарға қарағанда. Біз міндетті түрде қайта сурет жасақ та бірінші подмалевка дегенді беріп өтуіміз керек. Енді грушамызды аламыз да, ақты көбірек қосып, қараны почти азырақ. Грушаның формасын екен. Домалақ па, домалақ қыптық. Раз, два. Мына жерде кішкентай көлеңке береміз. Сразу жарық көлеңке. Бұл бір слой краска. Сосын әрмен қарай повторно тағы да слойлар жүріп өтеміз. Енді артқы фонымен жұмыс жасаймыз. Дальше жалғастырамыз артқы фонды.
мындай қара қоспаймыз, осы кешкіде бар цвет жетеді. Мына былай ілулі тұр ма, осылай мазок саламыз көлденеңнен. Драпировка жатыр ма, осылай вертикальный, горизонтальный мазок дейді. Ол жатқан заттың формасына лайықтап беріп шығамыз. Тағы да қайталайын, жалпылама бояп, мына бар салған суретімізді жоғалтып алмаңдар. Кішкентай тағы да не жерге тағы да беріп өтеміз үстіне. Көрдіңдер ме, гуашьты берген сайын, жазған сайын үстіне өзің түстеріміз анықталып, әдемі бола түседі. Бірінші сабақ осымен бітеді.